Орто Азиядагы эң чоң мечит Казакстандын борбору Астана шаарында курулду. Анын жалпы аянты 10 гектарды камтыйт. Имараты 68 000 квадрат метр. Жана ага 35 000 адам батат. Ислам өлкөлөрүндөгү эң чоң мечиттердегидей эле өзгөчөлүктөрү бар. Бул биринчи өзү туумду шығарма ретинде ошол жерде ойланып, осы қазақылық стильмен осылай салынған. Яғни бір мысалы Түркияда Ая София бар, басқа бар, бір-біріне мысалы ұқсайтын мешіттер болады ғой. Сондықтан дәл осындай мешіт мысалы әлемнің басқа түкпірінде дәл осындай мешіт ондай жоқ. Арнайы соған алдына қарасаңыз, Сахан дейді, ондай мысалы мынау мешітке мынау ұқсайды деп айта алмайсыз. Сондықтан да осындай нәрселер ерекше бір жаңа туынды ретінде YouTube каналда не деген бар? Архитектуралық Инжу Маржан деп кірсеңіз, бізде мешіттерде QR-лар тұр. Мешітке кірген кезде сол QR-ға кірсеңіз, сол жерде осы мешіт туралы бүкіл мағлұматты орысша, қазақша аласыз. Сол кірсеңіз, сол жерде бүкіл архитектуралық Инжу Маржан деп айтылады. Сонда осы жерде сіздің жаңа көптеген сұрақтарыңызға жауап бар. Сол жерде қалай алған, қанша жүздеген бұл жерде үлкен әлемдегі әйгілі мынау түстерді таңдауды байқадыңыз ба? Әр қайсысы өзі бір сөйлеп тұр. Мынау түспен мынау түстің несі бір-бірімен байланысы, кілемдегі таңдалған люстраны қарайтын болсаңыз, мына жерден қарасаңыз, люстраның анау таңдалған түстерінің өзі бір ерекше нақыштан бір-бірімен өте мынау үйлесімдік байланыс. Сосын есіңізде болса, сіз мешітке кірсеңіз, мешіттің бүкіл әдемділік, әсемділігі жүреді, бәрі михрабқа, имамның намаз оқитын михрабқа әдемдік беріледі. Бұл жерде михраб өзі белгілі бір түсте ғана да, бұл жердегі әдемдік көбінесе мынау Алланың 99 есіміне берілген. Қараңыздар, кіріп келген кездегі Кағбаны көресіз ғой, жабуы бар, қара жабуы бар. Сол жерде алтын әріппен аяттар жазылған. Соның элементтері бар да. Мына жердің өзі Кағбаның жабуы сияқты, ана жерде жанып тұрған 99 Алла Тағаланың көркем есімдері бар. Сонда сұлулық бұл жердегі Алланың есімдеріне беріліп тұр да, михрабқа ғана емес. Сондықтан да бұл енді басқа жерде кешегі мысалы әлемдік діндер съезі өтті ғой, қаншама мемлекеттерден, елдерден адамдар келді. Әлемнің архитектуралық ғимараттарын аралаған адамдардың өзі дизайнерлер, өздері өте шеберлер осыны салғандығы, сосын жаңағы әрбір нәрсе өзінің бір ойланысып, өзінің сөйлеп тұрғандығын әсерін беріп, бұнда қандай соңғы үлгі және архитектуралық расында да бір өте адамға тартымды, өте ойластырылып салған мешіт екен деп баға беріп кетіп жатыр. Аллаға шүкір, елімізге, ұрпағымызға қызмет етсін деп дұға тілек жасаймыз иншалла. Мечитте бардық шарттар қаралған. Анын ичи тышынын жабдылышы, жасалгаланышы, сапат жагынан алда канча мыкты. Башка бир мечиттердин үлгүсү алынып, дал ошолорго окшоштурулган эмес. Мындагы стиль казак стили дейт баш мечиттин имамы. Ошондой эле жайдын ысыгы, кыштын сууктугу эске алынып курулгандыгын белгилейт. Бул жерде жанагы көптөгөн ислам элдериндеги үлкөн мешиттердин кандай да бир жакшы жерлері болатын болса, соны осы мешітке қарастырылып, ішінде болу керек заттар, әдемілік жағынан сол барлығы ескерілген. Және біздің мынау Қазақстанның қазір солтүстік өңірі болатын болса, біздің жаз ыстық болатын болса, қыстың суықтығы да ескерілген. Кейбір кезде мысалы үлкен мешіттер салынып жатуы мүмкін, бірақ жылы жерде, елді мекендерде салынса, ол мешіттердің дәл мұндай мысалы сапа жағынан немесе басқа жағынан мысалы қысқа төтеп беру жағынан ерекшеліктер болуы мүмкін. Сондықтан бұл 40 градус аяздың үстіндегі суықты төтеп бере алатындай етіліп, бұл қабырғасы жалпы осы ғимарат солай салынған. Енді 4 мұнаралы мешіт, және енді біз баршамызға аян ғой, арабтық стиль болады, түрік стилі болады. Жалпы бұл мешіттің өзінің салындағы күмбезі, мұнарасын қараған кезде қазақтың даласындағы болған мешіттердің өрнектері мен жаңағы жобасы сол ескерілген.
былайша айтқан кезде көптеген қазір мешіттер салынып жатыр. Қазақ даласындағы мешіттердің келбеті, сыртқы пішіні осындай, соның бұл үлкен түрі. Және енді ішіне қарайтын болсаңыздар, барлық оюлар, кілемдегі оюлардың барлығы қазақы оюлармен әшекейленген. Былайша айтқанда сыртқы бейне, ішкі бейнесінің өзі қазақтың даласындағы қалыптасқан оюлары берілген. Енді кілемді қарасақ, жаңа Зеландиядан жасалған 15.000 квадрат әлемдегі бүтін үлкен кілемдердің қатарына енген. Бұның қалыңдығы, сапасы таза жүннен жасалған. Және люстрасының жасалуы, бұл да Германияда жасалған, 20 тонна болып есептеледі салмағы. Жалпы мынау Куба дейді, мұнарасының биіктігі 83 метр, ені 62 метр, әлемдегі ең үлкен жаңағы Куба дейді, күмбез болып табылады. Архитектурасы жағынан да түзіліш өзгөчөлүгү бар. Мечиттин төрт бурчундагы 4 мұнаранын биіктігі 83 метр. Ошондой эле көк түстөгү күмбөз шекилиндеги тоголок бөлүмдөрү да көрүп берип турат. Бул мечит аэропорт тарапта калаага кире бериштерде жайгашкан. Андыктан өлкөгө келген туристтер сөзсүз кирип көрүп кетишет. Мечитти мындан ары өнүктүрүү планында мунаралардын ичине лифт орнотуу бар. Келгендер ал аркылуу жогору көтөрүлүп, калааны бийиктиктен көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бұл жер тек қана құлшылықтың емес, ғылым, білім, мәдени, рухани орталық деп аталады бұл жерде. Және рухани деген бұл жерде келетін көпті тек қана намазхандар емес, шет елдердің туристер де көп келіп жатыр. Егер де мынау осы мешіттің орналасқан жерін қарайтын болсаңыздар, мынау осы Астана қаласындағы әуежайдан түскеннен кейінгі осы Астанаға келер кезде ең алғашқы көрінетін зәулім ғимарат осы мешіт. Бұның да жалпы осы жерде таңдалуы, мұндай мешіт болуының өзінің астарында үлкен біздің жалпы қазақ халқы, осы ел жалпы мұсылман, басым көпшілігі ислам дінін ұстанатындығы, мұсылман екендігіне бір дәлел ретіндегі бір алғашқы, ең бірінші біз жайындағы ойлаған қандай да бір шетелдік болса, біз мұсылман еліне келген екенбіз ғой деп алатындай, сондай жүрегіне әсер беретіндей орын таңдалған осы жерде. Сол жаңа рухани орталық деп айтып жатырмыз, сол келіп жатқан туристерді біздің тарихымызбен, дініміздің ерекшеліктерімен танысады. Туристердің де келу орталық болғаннан кейін арнайы 4 мұнара байқадыңыз ғой, 130 метрден, сол бір мұнарада арнайы лифт орнатылған, сонымен 130 метрге көтеріліп, бүкіл Астананы алақанда тұрғандай көруге болады. Енді қазір кейбір техникалық мәселелерге байланысты халыққа әлі толық ашылған жоқ. Алашса сол бәрі жасалып, толық қауіпсіздік мәселесі толық қаралғаннан кейін оны да ашамыз. Осы елге келген адамдар мешітке келіп, кейін сол мұнара арқылы көтеріп, бүкіл мынау. Кейін бұның ерекшелігі, мысалы, қоғамдық көлік дейміз ғой, автобустар. Қарасаңыздар, аялдамалар кішкене алыстау тұр. Адамдардың мысалы машина қояды, кейбіреу келеді, жаңа үйреніп жатыр. Ал негізі қоғамдық көлік бұл мешітке келіп, кәдімгі автобустар астына кіреді, астына кіріп халықты тастап, былай шығып кетеді. Жаңағы туннель сияқты. Олар лифтімен көтеріліп намазға кіре алады. Сондай бүкіл мүмкіндіктер жасалған, әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдар, коляскалары болатын болса, оларға лифтлер, адамдарға бүкіл мүмкіншілікті жазылған, еденнен жылыйды. Сондықтан да бірнеше неден өтіп, тексеруден, ақылдасудан өтіп, сондай бір өте үлкен махаббатпен салынған мешіт, иншалла, бір елдің игілігіне, қуанышына болады деп ойлаймыз, Алла қаласа. Мечиттин астында атайын автоунаалар токтоочу жай 405 орынга эсептелген. Ошондой эле 450 адам бата турган ашкана салынып жатат. Мындан тышкары астыңкы кабатта Казакстан дин башкармалыгынын Мунара телеканалы жайгашкан. Каза болгон адамдарды кепиндөө, жуундуруу, жаназа шарттары каралган. 4 конференциялык зал, диний сабактарды өтө турган класстар да ачылат. Кийин музей да ачыларын, негизги басым илим билимге берилерин имам белгилеп кетти. Мечиттин курулушу жаңы бүткөндүктөн алдыда дагы чоң пландары бар.
өмір бар жерде өлім бар дейді қазақта. Дүниеден өткен адамдар болатын болса, солардың шариғат бойынша шығарып салу рәсімі, мәйітхана соны жуындырып кебіндіру, ол да қарастырылған. Осы жерде адамдарды жуындырып соңғы сапарға шығарып салу арнайы сол жерде үлкен бөлмелер бар. Адамдарды жуындырып шайынып кебіндеп жаназасын шығарып салуға дейін бүкіл нәрселер қарастырылған. Арнайы сабақтар өтетін, діни сабақтар өтетін класстар бар. Міне қазіргі біздегі болып жатқан имамдардың намаз өткізетін қарилар, Құранды толық жаттаған, ижаза, яғни әлемдік деңгейде рұқсат алған азаматтар өздерінің тізбектері пайғамбарымызға тірелетін. Сондай азаматтар қари, сондай ең үздік Қазақстандағы азаншылардың біразы осы жерде азаншылар болып есептенеді. Яғни ғибадат, құлшылықтар, сабақтар өтіп жатыр. Кейін бұл жерде арнайы осындай болашақ жоспар болып жатқанның ішінде музей ашылайын деп жатыр. Арнайы оған орындар берілген. Қазір біз оған заттарды, жәдігерлерді жинап жатырмыз. Бұл жердегі музейдің негізгі, бұл жердегі мақсат, біз сонау Мекке қаласында Харам мешіті бар, Медина мешіті бар, Ақса мешіті бар. Одан кейін осы қазақ Мауараннахр жеріне исламның келуі, сол кездегі қазақ даласындағы исламның қабылдауы, алғашқы мешіттер, хандық, Алтын Орда, Алаш Орда деген сияқты. Одан кейін мысалы тәуелсіздік Қазақстандағы мешіттер, солар айналып келген адамдар осы Қазақстанға исламның қалай келгені, сол кездегі мешіттердің қалай болған, діни ахуал қалай болғаны, жалпы біздің түбіміз қайда, қашаннан бері осы исламмен қауышып, ислам дінінің негізін қалай бабаларымыз осыны көңіл бөлгендігі жөнінде үлкен сондай бір танымдық музей болайын деп жатыр. Қазір жұмыстар оған жасалып жатыр, арнайы тапсырмалар берілді. Кейін жаңа ғылыми орталық деп атап қалдық. Сол ғылыми орталыққа арнайы бізде конференция зал бар. Сол жерде жалпы мынау Құран, жалпы ислам діні білімге, ілімге, ағартушылыққа, ізгілікке шақырады. Ең алғашқы түскен аят ол оқы деп түскен, өздеріңізге аян, білесіздер. Соған байланысты Құранның ішінде көптеген иъжаз, яғни ғылыми аяттар бар. Мысалы көптеген біз естиміз, Европа елдерінің көптеген ғалымдар Құранның өзінің өмірін осы ғылымға арнап, кейін сол зерттеген нәрселерін 14 ғасыр бұрын жазылған Құранның ішінен тауып таңғалып, ол кезде ондай технология болмаған, ол заманда ондай нәрселер жаңағы ескерілмеген, бірақ оны қалай білді? Алланың кітабы екен ғой деп иман келтірген аяттар бар. Мысалы, немесе жаңағы осы табиғатқа қатысты ара дейміз ба, құмырсқа дейміз, осының барлығы Құранда жазылған. Оның ерекшеліктері. Сонда біз арнайы бір орталық ретінде ғылыми орталық жасап жатырмыз. Сол жерде келген адамдар исламның білім, ғылымға қартай қадам басқан тынын және де соған шақыратындығын дәлелдейтін бір орталық ретінде жасалынып жатыр сол жерлер. Үй бүле құрып, үйленіп жатқан жаштар үшін бұл жерде неке залдары ашылған. Анда неке қиылы беле кете бербестен алдын ала чақырылып, үй бүле қандай құрылат, аял менен еркектің мамилеси жана башка насаат иштери жүргүзүлөт. Ол ай сайын демалысқа шығару емес, ол кіші бір жылы сөзімізді бір сыйлық. Осы сыйлықты ұмытпай, иншалла, өмір бойы бақытты отбасы құру үшін, отбасы өмір сүру үшін сыйлық деген өте маңызды нәрсе екенін ұмытпаңыздар. Алла тағала отбасыңызға береке берсін, жақсылық берсін, бір жаста қартаятындай қуанышты, бақытты, ұзақ өмір сүруге нәсіп етсін. Айтып қалып жатырмыз ғой, жалпы мынау отбасылық құндылық, бүтін отбасы деген, жаңа бала ата-анасымен өсу керек деген сияқты мәселелер осы некенің айналасында, некеге дейінгі жастардың сол отбасылық өмірге дайындалуы, неке қиғаннан кейін отбасылық өмірден кейінгі болып жатқан келеңсіздіктердің алдын қалай алу керек. Сондай біздегі жаңа білімді имамдар солармен жұмыс жасайтындай, жаңа тек қана неке қиып қана кету емес, алдын ала некеге жазылған адамдармен пәленше күні мысалы кездесу болады. Сонда ер адамның әйел адамның алдындағы, әйел адамның ер адамның алдындағы міндеттері баяндалып, түсіндіріліп, сол жалпы жаңа отбасындағы төзімділік, сабырлық мәселелері насихатталынатын болады. Кейін енді
қазақ қырғыз бір туған ғой. Мысалы тұсаукесер, өзіміздің дәстүрлеріміз бар. Білесіздер, азан шақырып ат қоямыз, діннен арғы. Сол нәрселердің барлығын осы азан шақыру барысында да жалпы баланың хақысы деген, ақысы деген нәрсе, ата-ананың баланың алдында қандай міндеттері бар, баланы қалай тәрбиелеу керек, осы мәселелерге сол азанның айналасында болатын мәселелерді бала тәрбиелеріне көңіл бөлеміз деген ниеттер. Кейін біз жерде тағы да біз әлемдік осы жаңа әлемдегі ең үлкен мешіттердің қатарына кіріп жатыр ғой осы мешіт. Сонда да қарап біз әлемде қандай мысалы Бен Заид, мысалы Абу-Дабидағы үлкен мешіт бар, мен өзім онда болдым, Харам мешіті бар, мысалы сол жердегі қандай үлкен элементтер бар, не істейді ол жерлерде, соларды біз мысалы Ая София бар, қарап отырмыз. Мысалы сағат сайын осы жерде үлкен қариларымыз Құран оқып тұрады, жанды дауыстарымен Құран оқиды, халық тыңдайды, кейін аруақтарға бата жасалынады. Бұл әлемдік деңгейдегі әдемі дауыспен Құран мысалы Түркияда солай оқитын екен, соны жасап нетіп жатырмыз, Алла жазса қолға алып жатырмыз. Және енді көптеген университеттермен мысалы келісу жоспарланып жатыр. Яғни ол жерде студенттер бар мыңдаған, олар келіп осы біздің мынау ғимаратты көру арқылы, мағлұмат алу арқылы өздерінің өміріне үлкен бір жақсы нәрселер түйетін болады. Соларды да жастармен жұмыс әсіресе жаңағы соған көңіл бөлсек деп отырмыз. Мысалы нашақорлықтың алдын алу, немесе тағы келеңсіздіктер әртүрлі. Қазір енді мына әлеуметтік желілер көп тарап кеткен заман ғой, мысалы көріңіз, соның қазақта әрбір нәрсенің азығы бар, тозығы бар дейді, мысалы. Соның тозығын тастап, азығын алып, жастарға бір үлкен бір ұлттық рухани бір сондай білім азық беретін орталық болса деген ниетте болынып жатыр. Иншалла, Алла Тағала соған жеткізуді нәсіп етсін демекпіз. Рухани тазаруға шақырған дини жайдың құрылышы бүтіп, пайдалануға берілгенден бері бұл жерде адамдардың саны үзілбей келіп, көріп кетіп жатышат. Павлодардан келдік, мешітті көріп, қуанып тұрмыз, қабыл болсын, Алла риза болсын. Әсер өте жақсы. Енді сөз айтуға сөз таппай тұрмыз енді. Әсеріміз өте жоқ, өте қуаныштымыз. Осындай астанамызда, осындай үлкен мешіт салғанда. Қабыл болсын. Осы мешітке бірінші келіп отырмын. Мешіт керемет, енді тамаша. Несі мысалы ерекшелігі неде екен бұл? Бұның ерекшелігі енді айта алмаймын, тамаша, барлық жағынан да керемет істелінген. Условиялары қалай екен адамдар үшін? Жақсы, барлық несі бар, дәрет алатын жерлері бәрі күшті істелінген, бөлек-бөлек, тамаша. Условиясы жақсы, керемет. Намаз оқитын жерлері бөлек-бөлек, әйелдерді бөлек, ерлерді бөлек. Тамаша істелінген, енді айта алмаймын, айтарға сөз жоқ, тамаша. Осы Нұр-Сұлтан қаласында тұрамыз, тұрғылықты жеріміз осы Нұр-Сұлтан қаласы. Жаңадан мешіт ашылды, Алланың қалауымен үлкен мешіт Орта Азиядағы ең үлкен мешіттердің қатарына кіретін. Соған бүгін бірінші рет келіп, Алланың үйіне сыйынып кетуге келдік. Мешіттің шарттарына ұнады ма сізге? Бұл мешіттің ерекшелігі басқа мешіттерден қарағанда архитектура жағынан керемет екен. Және де бұл мешіттің ішіндегі сыйымдылығы адам саны 30 мыңға дейін. Яғни көптеген мұсылман бауырларымыз келіп жамағат жығылып Аллаға сыйынуға болады, намаз оқып. Сол жағынан халыққа тиімді болды, кішкене сыйымдылығы жағынан ішіндегі. Халық біраз көбірек кетеді ішіне. Дүниедегі ең чоң мешіттердің қатарына кірген бұл имараттың талапқа жооп бере тұрған шарттарының бары планға жараша ақырындап құрылат, жана туристік жайға айлану мүмкіншілігі қаралууда. Клара Құдайбергенова, Қазақстан, Астана қаласы.